Соңғы 2 жылда елімізде ағза ауыстыру бойынша жасалған операциялар 100-ге қысқарған. Қазір 3400-ден аса отандасымыздың күні донорға қарап тұр. Төтенше жағдайға қарамастан жоспарлы 32 операция жасалды дейді мамандар. Бірақ науқастар көбейген сайын донор азаятыны қынжылтады. Жақынына ағзасын қиятын адамдар кемде-кем. Мерей Мұратханқызы тарқатады. 16 жастағы Индира Бақтиярованы анасы жалғыз тәрбиелеп отыр. Әлемге саяхат жасауды армандайтын бойжеткеннің жүзі солғын. Қос бүйрегі істен шығып, үміт алауы сөніп барады. Сонда да қиялын қағаз бетіне түсіріп, қылғаламды сөйлетуді ермек етеді. Жазылып кетем деген деп сенем, сондықтан ондай көп ауырам деп ойламайым. Осы аурудың бәрі жеңіп шығам деп ойлаймын. Және армандаған армандарым орындалады деп ойлаймын. Соған сенемін. Индира бүйрек ауруымен 8 жыл бойы күресіп келеді. 2017 жылдан бері гемодиализді үзбей пайдалануға мәжбүр. Бойжетіп қалған ол бақытты өмір сүрсем дейді. Бұл үшін бүйрек ауыстыру қажет. Өкінішке қарай анасының ағзасы балаға жарамайды. Иек артар өзге жақыны болмағасын шетелден көмек іздеген. Бізге енді тез арада 3 жыл болғаннан кейін диализде тез арада донор қажет болып тұр. Қазір бала уже шаршап тұр. Сондықтан енді Белоруссия қаласында сондай мүмкіндік бар. Ояқта егерде сояққа кезекке тұрсақ, ота жасалады деп біз келісіп келдік. Минск қаласына барып. Қазір ел аумағында 3039 адам бүйрек жетіспеушілігінен зардап шегіп отыр. Оның 79-ы Индирамен тағдырлас. Әттеген айы науқас көп, донор жоқ. Республикалық орталықтағылар мәйттік донорларға екпін беріп отырғанын айтады. Ең көбі былай санап қарасақ, ең көбі бүйрек ауыстыруға мұқтаж. Сондықтан енді мәйттік донор табылған кезде біз егерде медициналық қарсы көрсетілімдер болмаса, туыстардың қарсы бас тарту болмаса, не болмаса тірі кезінде иә деген өзінің ұстанымын тіркеген адам болса, онда біз органдардың көбін алуға тырысамыз. Жүрек, бауыр, бүйрек және басқа. Индирада бүйрек ауыстыру мүмкіндігі бар. Минскдегі мамандар қарсы емес. Отандық дәрігерлер де жіті тексерістен кейін квота беріп, баланы шетелге жіберуге дайын болған. Бірақ төтенше жағдайға байланысты бас қаладағы ана мен бала орталығына жету мұң болып тұр. Десе де карантин шектеулеріне қарамастан трансплантациялық операциялар тоқтаған емес. Осы ағымдағы жылдың 1-тоқсанның қорытындысы бойынша Қазақстанда 32 трансплантация жасалды. Оның нақтырақ айтатын болсақ, 9-ы бауыр ауыстырылды, 23-де бүйрек ауыстырылды. Барлығында тірі донордың ағзалары қолданылды. Енді айта кететін болсақ, барлығы Қазақстан азаматтары, донорларда, реципиенттарда. Бірде-бір шетел азаматына трансплантация жасалған жоқ. Енді айта кететін болсақ, осы коронавирус инфекциясы таралғаннан бері, шектеу шаралар қабылданғаннан бері қандай зияны тиді ме тимегеніне қарасақ, осы оталардың 40%-ы карантин жарияланғаннан бері істелді. Елімізде 3,5 мыңға жуық азамат бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе ауыстыруға зәру. 99 науқас бала бар. Тек біреуді донор бол деп мәжбүрлеу заңда жазылмаған. Бұл әркімнің азаматтық таңдауы. Бастысы елімізде ағза ауыстыру операциясы жасалады. Мамандардың кәсіби біліктілігі де уақытпен сыналған. Мерей Мұратханқызы, Камила Тастанбекова, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.